Мақтаарал ауданы Достық елді мекені Гүлістан ауылының тұрғыны Айнабеков Дәулеттің төсекке таңылғанына да бірнеше айдың жүзі болды. 2012 жылдан бері денсаулығы сыр беріп, аурухана табалдырығын тоздырған оның қазірде халі мүшкіл. Оған жасалатын отаның шет елде жасалуына байланысты қолы жомарт, жүрегі жұмсақ азаматтардан көмек сұрайды. 2012 жылдан бастап дерттің алғашқы белгілері байқалған, ал 2018 жылы дерттің нақты симптомдары анықталып, ауруханада түрлі дәрі-дәрмектер қабылдап бастаған, бірақ та ешбір әсер болмаған. Ал 2020 жылы тамыз айында есінен танып құлаған Дәулет бүгінде төсекке таңылған. Маржакент және Шымкент қалаларындағы емханаларда ем-дом шараларын қабылдағанымен еш нәтиже болмаған. Осы жағдайымыз дәрігерлер біреу паркинсон дейді, біреу нерв жүйесі стресс алған дейді. Сол осы жағдай. Нерв жүйесі стресс алатын алдында бір жағдайлар болып еді. 3 рет авария болған. Содан 2012-ден бері сол басын деп кеп, 18-де уже күшейе бастады. Содан кеше 2020-ның августінде құлады. Осылай. Қара шаңырақтың иесі 8 баланың әкесі. Дәулет Айнабековке шет мемлекетте жасалатын отаға қомақты қаржы қажет. Отандық дәрігерлер қолдарынан келген емдік шараларды жасады, алайда ендігі үмітіміз израильдік дәрігерлерде, дейді отанасы Нұржайна Байыспаева. Шымкент нелері көрсеттік, енді шетелге барып ота жасату керек деп жатыр, Құдай қаласа. Соған қаражат жақсы қиналып жатырмыз. Соған 15 миллиондай сұрап жатыр ол жақтағылар. Сол барып Құдай қаласа жібек соң жиналып апарсақ деп отырмыз. Осы балаға қол ұшын беріңіз, айналайын, Астанаға, шетелге барып көрсетеміз. Әлі жап-жап қойсаным. Ауыл шетінде орналасқан бұл отбасының тұрғылықты мекенінің де сиқы оңып тұрғаны шамалы екен. Ауа райы бұзылып, жаңбыр жауа қалған жағдайда бұл ортаға жедел жәрдем көлігінің өзі кіре алмайтын көрінеді. Өткенде бірден судың ұстап қалды да, тілеуімді. Скорыйда ана жерге шақырып қойғанбыз, көшеге да. Сосын ана жердің бәрі малғайлап тоқтаған, өткізе алмаймыз. Сосын қайнағамыз сол өтініш қылып, скорыйда ана жаға оқып, малмаңдай болып лайға батып келіп, зорға уколын салуға үлгерді. Дәулеттің нақты диагнозын білмек болып, жергілікті амбулаторияның дәрігерімен де тілдесіп көрдік. Оның нақты диагнозы паркинсон, яғни қол аяғының қимылы шектелген. Бұл жігіттерінің әлсіздігінен өздігінен жүре алмайды, мәжбүрлі түрде жатады. Мұндағы аға дәрігер Халикова Құрбан көрші Өзбекстан және де Корея дәрігерлерімен біргелікте ақылдасып, барлық емдік шараларды жасауды, алайда ендігі үміт шет елде жасалатын отада, дейді ол. Диагнозы последствий перенесенного энцефалопатия қойылды да, и жаңа вялый тетрапарез болды. Қол аяғы босап кеткен. Одан кейін бәрі скорыймен Шымкентке жатқызды, алып барды. Сол біздің Маржакент ауруханадан ар жақтан келе жатқанда сразу актив берілді, реабилитацияға Маржакентке жатқызды. Одан кейін реабилитациядан кейін уже ВКК өткізілді. Нейропатолог бір екі рет әкелген, Өзбекстанның нелерін дәрігерлерімен әкелген, оған паркинсон 3 деп қойғанда, сол қазіргі жағдайы өте ауыр. Тағы соны хабарласып отырмыз, что дальнейшее не істейміз деп консилиум алып отырмыз сол кісіге. Олар Өзбекстанға да емделіп алды. Кореяға бір жаққа тағы өздері қандай нелерін алған болса, выпискалар алған болса, жіберіп, ақылдасып, өздері де қоймай істеп тұр. Бұл отбасының ендігі үміті Дәулет Айнабековтің тік тұрып кетуі үшін еліміздегі қайырымды жандар көмек қолын созса, дейді.